Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі пәнінен 76-шы сабақты бастайық. Бүгінгі тақырып түбір мен қосымша. Бүгінгі сабақта сіздер тірек сөздерді пайдаланып әңгіме құрастыра аласыздар. Оқулықтағы 49-шы жаттығуға назар аударайық. Бұл жерде сөйлемдерді қатесіз көшіріп жазып болсақ, ішінен түбір сөздерді табу қажет. Бірінші сөйлем сырғанап ойнау өте пайдалы. Бұл жерде түбір сөз жоқ, жиі сырғанап жаттыққан жөн. Бұл жерде түбір сөз жиі деген сөз. Ондай бала көп ауырмайды. Бұл жерде түбір сөздер бала және көп. Бұл жерде түбір сөздерді анықтап таптық. Осыдан түбір және қосымша деген сөздердің ережесін есімізге түсіреміз. Келесі 50-ші жаттығу. Бұл жерде тірек сөздерді пайдаланып сырғанақта тақырыбына әңгіме құрастыр. Бұл жерде тірек сөздер берілген: қыс, балалар, шана, аяз, шаңғы. Мысал ретінде, үлгі ретінде әңгіме құрастырып көрейік. Қыс мезгілі балалардың қыс қызығына енетін мезгілдердің бірі. Айнала қалың аппақ қар. Күннің аязына қарамай балалар далада ойнап жүр. Біреулері сырғанақта шана тепсе, біреулері ойдан шаңғымен сырғанап жүр. Осыған ұқсас дәптерге әңгіме құрастырып жазамыз. Тірек сөздерді міндетті түрде пайдаланамыз. Келесі 51-ші жаттығу. Бұл жерде өлеңнің қатесін тауып көшіріп жазу керек. Жазда суда тебеміз, құмда күнге денеміз. Жалаң аяқ жүземіз, қыста қызып күйеміз. Коньки шаңғы жүреміз, жалқаулықты тастаймыз, жаттығуды бастаймыз. Бұл жерде қатені тауып көрейік. Жазда суда тебеміз. Дұрыс па? Жазда біз күнге қызып күйеміз. Құмда жалаң аяқ жүреміз. Қыста қызып күйеміз дейді. Қыста коньки шаңғы тебеміз. Ал мына жерде жазда суда жүземіз. Яғни бұл жерде сөздердің орны ауысып кеткен. Біз оны дәптерге дұрыстап қатесіз көшіріп жазамыз. Келесі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын тап дейді. Бірінші қарамен жазылған сөз жазда. Жазданың түбірі жаз, да бізде қосымша. Келесі құмда. Түбірі құм, да қосымша. Қыста. Түбірі қыс, та бізде қосымша болып табылады. Келесі шығармашылық үзіліс. 52-ші жаттығу. Берілген әріптер қатарында жасырынған сөздерді тауып оқы дейді. Бірінші қатарда баскетбол ойыны берілген, екінші бассейн, үшінші боксшы, келесі жүзгіш. Енді осы сөздер туралы не білетініміз туралы қысқаша дәптерге жазып шығамыз. Назарларыңызға рахмет.